Бүгінгі тақырып Еуразия материгінің ішкі сулары. Су қоры жөнінен Еуразия материгі оңтүстік Америкадан кейінгі екінші орында тұр екен. Бұнда жаңағы ең ірі өзендер, ең терең көлдер, жерасты сулары мен батпақтардың мол мөлшері, мұздықтар, тоңдар көптеп кездеседі. Енді өзен алаптарына келетін болсақ, жалпы өзен торы материктің ішкі аудандары мен оңтүстік батысында өте сирек болады екен де, жағалық бөліктеріне қарай жиілей түседі екен. Материктің 1/3 бөлігін ішкі тұйық алап құрайды. Енді солтүстік мұзды мұхит алабына жататын өзендерге келетін болсақ, бұл әрине Лена, Енисей, Обь, Ангара өзендері. Мына картадан көріп тұрғаныңыздай көк түспен берілген бұл солтүстік мұзды мұхит жаңағы алабы. Қайталап айтам. Лена, Енисей, Ангара, Обь өзендері осы солтүстік мұзды мұхит алабына жатады екен. Бұл өзендер негізінен қар суымен және жаңбыр суымен қоректенеді, есте сақтаймыз. Қар суымен және жаңбыр суымен қоректенеді. Қыста ұзақ уақыт қатып жатады. Көктемде жаңағы ери бастайды мұз, сондықтан мұз қосаулары пайда болады, су қатты тасиды. Тау басталатын өзендердің жоғарғы ағысында судың құлама күшін пайдаланып жұмыс істейтін су электростанциялары салынған. Жазықтықтағы ірі өзендер кеме қатынасымен ағаш ағызуға пайдаланылады екен. Енді Атлант мұхитына келетін болсақ, Атлант мұхитының ірі өзендеріне Дунай, Рейн, Висла өзендері жатады екен. Мынау картада жасыл түспен берілген Дунай, Рейн, Висла. Есте сақтаймыз. Бұл өзендердің көпшілігі таулардан басталатындықтан жоғарғы ағысында шоңғалдар мен сарқырамалар жасап арындап ағады екен. Жазыққа шыққан соң ағыны бәсеңдеп кең аңғармен жайылып ағады. Бұл өзендер әртүрлі климаттық белдеуден өтетіндіктен олардың қоректену көзі де әртүрлі болуы мүмкін. Солтүстіктегі өзендер еріген қар, жаңбыр суынан, ал оңтүстіктегі өзендер таудан басталатын өзендер мұздық пен жаңбыр суынан қоректенеді. Бұл өзендер адам ең көп шоғырланған жерде, өнеркәсіп ең көп шоғырланған жерде орналасқандықтан бұл өзендер қазірге өкінішке орай үлкен ластануға ұшыраған. Бұл өзендер кеме қатынасына да өте ыңғайлы және оңтүстіктегі өзендерді бау-бақша мен егін суғаруға пайдаланады екен. Енді Тынық мұхиты алабына өзендерге келетін болсақ, оларға Амур, Хуанхэ, Янцзы, Мекконг өзендері жатады екен. Есте сақтаймыз. Амур, Хуанхэ, Янцзы, Мекконг. Мына картада фиолетовый дейді, яғни күлгін түспен берілген. Бұл Тынық мұхит алабына енетін өзендер. Бұл өзендер биік таулардан басталады. Жоғарғы ағысында таулық сипатта болады. Ағыны қатты болғандықтан тау жыныстарын өте тез бұзады және жылдам ағызып тасымалдайды. Бұлардың жаңағы ірі өзендерін атап кеттім. Енді муссондық климат жағдайында өзендердің деңгейі жыл мезгілдеріне қарай өзгереді. Қыста географиялық еңдікке байланысты кейбіреулер қатады. Жалпы солтүстіктегі ұсақ өзендерді қоспағанда барлығы дерлік жаңбыр суымен қоректенеді екен. Есте сақтаймыз. Мынау Тынық мұхиты алабына жататын өзендердің барлығы дерлік жаңбыр суымен қоректенеді. Енді осы Тынық мұхиты алабына жататын ең ірі өзендеріне тоқталатын болсақ, ол әрине Амур, қиыр шығыстағы ең ірі өзен. Қытайлықтар оны қара айдаһар деп атайды екен. Мұнда аса бағалы балық түрлері ауланады және мынау Хуанхэ деп аталатын өзен, алдарыңызда тұрған. Бұл Хуанхэ сөзі Қытай тілінен аударғанда сары өзен деген мағынаны білдіреді. Мына түсінен ақ байқап тұрған шығарсыздар, неге оны сары деп атайтынын. Яғни су өте лайлы, сары болып келеді. Ағызып келген жыныстардың әсерінен өз бағытын бұл өзен бірнеше рет өзгерткен. Осы жыныстардың жиналуы бұл өзеннің арнасын биіктетеді екен. Сондықтан күшті муссондық жаңбырлар кезінде бұл өзен өте жоғары көтеріп тасиды екен. Көптеген адам шығындарын алып келеді екен.
қазіргі кезде бұл Хуанхэ өзенінде күшті тасқындарға төтеп беретін бетондық жаңағы мықты бөгет салынуда. Жалпы өзен Сары теңізге жыл сайын көлемін ұлғайтып отырған кең атырау жасап қояды екен. Енді Үнді мұхит алабына тоқталатын болсақ, Үнді мұхит алабына жататын өзендер ол Үнді, Ганг және Брахмапутра өзендері. Содан кейін Тигр мен Ефратта жатады екен. Мына картадан көріп тұрғаныңыздай қоңыр түспен берілген. Үнді, Ганг, Брахмапутра, Тигр және Ефрат өзендері. Бұл өзендерде таудан бастау алатындықтан мұздықтар мен жаңбыр суымен қоректенеді. Жазғы жаңбырлы маусым кезінде өзендердің деңгейі шұғыл көтеріледі және егістік алқаптарына пайдаланылады екен. Енді ішкі тұйық алқапқа жататын өзендер ол Еділ, Жайық, Амудария, Сырдария, Іле өзендері екен. Бұл өзендер ішкі көлдерге келіп құяды. Мына картадан сары түспен берілген ішкі алап, ішкі тұйық алап сары түспен көріп тұрсыз картада. Оған Шығыс Еуропа жазығы, Орал тауы, Кавказдың едәуір бөлігі, Орталық Азия мен Қазақстан жері түгелдей дерлік, Иран таулы қыраты мен Арабия түбегінің ішкі аймақтары жатады екен. Жаңағы мен атаған ірі өзендер, Амудария, Сырдария, Еділ, Жайық, Іле өзендерін есептемегенде қалған өзендердің барлығы бұл алапта құмға сіңіп жоқ кетеді екен. Кеуіп қалады екен. Енді бұл алаптың ең ірі өзені бұл Еділ өзені, немесе оны мәңгілік өзен деп атайды. Көріп тұрсыздар. Шығыс Еуропа арқылы ағып өтіп Каспий теңізіне келіп құяды екен бұл өзен. Қоңыржай континенті климат жағдайында өзен қыста ұзақ уақыт бойы қатып жатады, ал көктемде еріген қар суының әсерінен тасиды екен. Еділ жылдың басқа мезгілінде жаңбыр және жерасты суларынан қоректенеді. Өзен бойында, бұл Еділ өзенінің бойында 7 ірі бөген салынған екен. Міне осындай жаңағы өзендер бар. Алдарыңызда Дунай, Атлант мұхитының, жалпы Европаның ең ірі өзендерінің бірі, кеме көлігінің магистралі, энергия көзі. Енді көлдерге келіп тоқтайтын болсақ, жалпы көлдер өзінің Евразия континентінде орналасқан көлдер қалыптасу, аумағы, суының қасиеттері жағынан өте әртүрлі болып келеді екен. Ең ірілері Ресейдегі Ладога және Онега көлдері, Скандинавиядағы Венерн және Веттерн көлдері. Және көлдер өзінің пайда болуы жағынан үшке бөлінеді екен, бұл Евразиядағы көлдер. Яғни кезінде мұхиттың түбі болып, қазір қалдық көлге айналған бұл Арал, Каспий, Балхаш және жаңағы Лабно көлдері жатады екен. Ал енді Евразиядағы жер қыртысының терең жарылыстарында орналасқан көлдерге, яғни тектоникалық көлдерге Байкал, Зайсан, Ыстықкөл, Женева көлдерінде жатқызуға болады екен. Ағынды көлдеріне Байкал, Зайсан, Марқакөл көлдері жатады. Енді осылардың ішінде Сібір маржаны деп аталатын, Байкал көліне тоқталатын болсақ, Байкал көлі әлемдегі ең терең көл. Білесіздер, оның ең терең жері 1620 метр. 20-25 миллион жыл бұрын қалыптасқан жер шарындағы ең ірі көл. Оның жалпы бұл Байкал көлі тұщы суының, бүкіл әлемдегі тұщы судың 20% осы Байкалда орналасқан. Бұл Байкалға 336 өзен келіп құйып, жалғыз өзен Ангар ағып шығады екен. Есте сақтаймыз. 336 өзен келіп құйып Байкалға. Бар болғаны Ангара деп аталатын бір ғана өзен ағып шығады екен. Әлемдегі ең үлкен көл Каспий теңізі осы Евразияда орналасқан. Бір жағы тұщы, бір жағы ащы Балхаш көлі де осы Евразия материгінде орналасқан. Алдарыңызда Ладога, Европаның ең үлкен көлдеріне жататын. Және алдарыңызда тұрған Фетченко мұздығы. Фетченко мұздығы бұл Евразиядағы ең үлкен мұздық. Памир тауында орналасқан екен, ұзындығы 77 километр. Жалпы мұздықтар Евразияның солтүстігіндегі аралдарда Исландия, Шпицберген, Франц Иосиф, Жаңа жер
секілді аралдарда, таулардың басында көп кездеседі. Және Евразияның солтүстігін үлкен алқаптар, жаңа көп жылдық тоңдар алып жатыр екен. Бұл көп жылдық тоңдардың шекарасы сонау Моңғолияға дейін жетеді екен. Бұл көп жылдық тоңның қалыңдығы Кола түбегінде бірнеше ғана метр болса, Таймыр түбегінде 1500 метрге дейін жетеді екен. Ғалымдар бұл көп жылдық тоңның пайда болу себебін қатал климат жағдайында жылдың орташа температурасы 0 градустан төмен болуымен және қардың жұқа болуымен түсіндіреді екен. Енді неге келетін болсақ, батпақтарға келетін болсақ, әлемдегі, жалпы бүкіл әлемдегі батпақтардың 80% осы Евразия материгінде орналасқан екен. Есте сақтаймыз. Жер шарындағы батпақтардың 80% Евразия материгінде орналасқан. Батыс Сібір, Полесье, Мещера, Амур бойы, Колхида, Балтық бойында өте көп кездеседі екен. Жер асты суларына да өте бай екен. Артезиан суы шығатын аймақтар Евразия материгінде бұл Батыс Сібір мен Қазақстан, Орталық Азия көп кездеседі екен артезиан сулары. Минералды сулар көбіне жаңағы емдік бағытта, жаңағы ыстық радонды болып келеді екен. Әртүрлі курорттар салынған минералды су шығатын жерлерде, мысалға Евразияда бұндай минералды суға бай аудандарға солтүстік Кавказ, Карпат, оңтүстік Европа, Алтай, Тянь-Шань және тағы басқа таулар жатады екен. Міне Евразияның ішкі сулары туралы қысқаша осы. Тыңдағандарыңызға рахмет.